Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Night KZ бұл видеода мен сіздерге әлемдегі менің ойымша ең күшті телефонға арналған экранның видео түсіретін запись экраны ол орысша аударылып тұр менде. Негізі ағылшынша болып тұрады, ағылшын жасағанда ол менде орысша аударылып тұр біздің. Бұның мен сіздерге ең керек настройкаларын ғана көрсетемін, өйткені оның настройкасы өте көп. Отчет перед записью. Оны жаңа қатты керек емес, бірақ бұны кез келген қылып өзгертіп сөйтіп қойға болады. Бірақ маған ол керек емес. Маған 3 секундта жетеді. Записывающий движок. Телефоныңыз күшті, мықты болса, продвинутый альтернативный движок, высокая частота кадров. Оны егер қоққанда істемесе, онда поддерживает паузу деген движок таңдайсыз. Егер оны да істемесе, более стабильный деген движок таңдайсыздар достар. Формат имени файла. Бұны енді кез келген таңдауға болады. Өзіңіз білесіз, немесе оны таңдамай қойсаңыз да болады. Өзімнің таңдалып тұрғаны болады. Басында сонымен мен ауыстырмай-ақ жүрмін солайынан. Разрешение дегенде енді пользовательское разрешение және 1000 емес енді 10 ба көп әйтеуір сондай. Өздері представить етіп қойған сізге. Қандайын таңдайсыз, андай, мынандай деп. Бірақ использовать разрешение экрана деген телефоныңыздың разрешениесі қандай болса, экранның ол видеоның да разрешениесі сондай болады. Мен Full HD таңдап тұрмын, міне 1920-да 1080 деп тұр. Сіздер жаттап алыңыздар, сондай қою үшін. Ориентация бұл енді бәрінде бар шығар. Мен горизонтальный қойып қойдым, себебі сондай мен көп түсіремін. Битрейт, мен оны 30-ға қойдым. Ең маған орташасы деп ойлаймын. 2 мегабит секундынан 60-қа дейін жетеді достар. 60 болса өте көп кетеді память. Сол себептен өзіңіз білесіз қандай таңдасаңыз. Частота кадров. Менің ойымша орташасы маған 60 FPS жетеді. 120-ға жеткізбеймін. Керек емес, 24-тен бастап сондай 120-ға дейін барады. Видео кодек. Ол видео кодекқа тиіспеңіздер достар. Ол өткені менде проблема болған, ондай видео түсіртканда. Ол видео түсірсеңіз, немесе өзгертіп жүріп, өзінің настройкасын өзгертіп жүріп, мысалы H265 ба сондай таңдасаңыздар достар, одан 0 бір нәрсе астында бір нәрсе болып жазылып тұр, және ол бүтірлі көреді видео. Көрсетпей қалама, или видео монтаждайтын кезде істемей қалама, содан сондай көреді достар. Аудио битрейт енді ол да кәдімгі битрейт сияқты, бірақ оның аудио түрі ғой. Мен 320-ға қойдым, сол себептен менің даусым күшті естіледі. Бірақ мен бұл видеоны басқа приложениемен түсіріп отырмын. Әйтпесе осы приложениенің өзім түсірсең, ол қуып кетеді. Сол себептен мен оны видеоны көргенде монтаждамай тұрып қуып кетті, және мен басқа приложениемен түсіріп отырмын. Частота дискретизации аудио 48 қойып қойдым. Басында 44100 бір нәрсе болып тұрған. Сосын мен оны көбейтіп қойдым. Аудиоканал моно или стерео, он маңызды емес негізі. Бірақ білсеңіздер сол туралы өздеріңіз өзгерте бересіздер достар. Источник записи аудио. Бұл енді точно маңыздысы. Бүкіл деген приложениелерде бар емес, бірақ мобизенде точно бар. Бұда енді 4 выбор бар. 4 таңдау, системный звук, качество звука, необработанный RAW, микрофон. Системный звуқты ғана айтам, не екенін ол телефонның ішіндегі дыбыс. Оны енді білесіздер, не екенін телефонның ішіндегі дыбыс деген. Телефонның ішінде ғана дыбыс басылады, микрофон емес. Качество звука деген болса, системный звук пен микрофонның біріктіруі. Аудио кодекта тиіспей қойыңыздар, дәл жаңағы видео кодек сияқты, бірақ оған тиіспей қойыңыз, дыбысқа байланысты ол да. Отображать касание бәрінде бар шығар, ол да маңызды емес, бірақ оны да айта салам ғой. Автосоздание нового файла. Бұл енді тиіспей қойыңыз достар. Бұл әншейін память алу үшін жасаған ба, егер қосылған. Мен ойымша оның видеоны байқамай өшіріп қойсаң, оның копиясын шығарама, бір нәрсе қылады, сосын қайтарып алу үшін шығар. Бірақ мен оны қолданбаймын, босқа память алу отырды. Және бұда да бүкіл приложениелердегідей қай жерге баратынын таңдауға болады. Сол видео қай жерден пайда болады, менде ол screen recorder деген файлда болады. Сіздер енді өзіңіз білесіздер. Настройки оверлея, скриншоты, ночной режим және язык. Бұл ночной режим мен языкты сіздер өзіңіз білесіздер, ал скриншотты 105-ға қойып қойыңыздар. Енді скриншот жасайтын болса керек болып қалады да. Показывает камеру білесіздер.
өзінің түрін түзіп отырсаң, онда соны қолданасың. Ол логотип деген енді ол видеода тұрады. Менің видеомда қазір логотип бар, ютубтан салған. Бірақ бұл видеода да салса болады біздің видеоны. Panel инструментов деген бүкіл приложениеде бар шығар даже деген. Өзі автоматически қосылып тұрады, бірақ мына приложениеде қосылмай тұр. Сіздер қосылсаңыз да болады. Бұл настройкамен мен мына жерде настройка деп жазылып тұр, осымен ауысып кетесіздер. Және мына жерде видео түсіретін тұр, мына шетінде. Сосын скриншотта жасауға болады, мына жерде сақталады. И обрезка видео. И поддержка бір-бірі деген мына жерде шығады. Ал ондай болса достар, осымен біздің видео аяқталады. Достар, ана тез тіркеліңдер. 100 подписчикке жетейік достар. Және егер әрине сіздерге видео ұнаса, лайк басып, немесе комментарий жазып, өзіңіз білесіз ғой. Бірақ точно ана тіркеліңіздер достар. Және достар, сау болыңыздар.